900 meters. 4,300 and QMH is 10107. Оның бар арманы көкке самғап құстай ұшу болатын. Жаратқан ие тілегін қабыл етті. Бүгінде оның есімін аспан әлемі өзі әлдилейтіндей. Басқару, бақылау және шұғыл әрекет ету. Бұл Тоты Әмірованың өмірлік ұстанымы өзгермес қағидасы. Жалпы авиалайнер штурвал, экипаж, борт капитаны, ұшқыш тегінде ерлердің ғана болмысына сай келетін іс секілді көрінеді. Алайда Тоты қалыптасқан заңдылықты бұзып, бүгінде көкті түстіктен терістікке, батыстан шығысқа тілгілеп жүрген ұшқыш. Ол тмд елдері аумағында әуе авиалайнері экипажының командирі атанған тұңғыш әйел. Қайырлы күн, хандар мен мырзалар, сөйлеп тұрған әуе кемесінің командирі Амирова Тоты. Біздің ұшағымыз қазір 11600 метр биікте ұшып келеді. Сырттағы температурасы 50 градус суық. Ұшып келу уақытымыз Шымкентке 15 сағат 5 минут. Назарларыңызға рахмет. Бағдарлама барысында біз Тоты Әмірованың болмысын толықтай ашамыз. Шығармашылық топ ханымның көзін көріп, өзін зерттесе, тылсым ілімді меңгерген мамандар кейіпкерді танымастан тұлғасын талдайды. Алдымен адамның туылған сәтіндегі жұлдызына қарап болжам жасайтын астролог, таңбаға қарап табиғатын танитын графолог пен жазмыштың жазуын ойдың еншісіне салатын психолог өз пікірін айтады. Осылайша Тотыны тану параллельді түрде жүреді. Саяхатқа көп шыққанын ұнатады. Ер адамның жұмысын мүмкін істейді. Бұл адам әрбір жұмысты бастағанда жоспарлайды екен. Сол жоспармен, жүйелігімен жұмыс істей береді. Ортаға адамдарға ашық. Сосын бұл ханымда еркектік мінез басымда болады. Әлдейді әлпештеуге арналған сүйкімді сүйрек нәзік саусақтар. Салмағы 90 тоннаға жуық алып ұшақтың штурвалында мығым ұстап жетіғат көкке көтер алады. Ал үлкен авиалайнерде борт капитанының орны экипаж кабинасындағы сол жақ орын, яғни ұшақ экипажының ғана емес, салондағы жолаушылардың да амандығы толықтай соның мойнында. Тоты күн сайын көкке көтерілгенде осындай үлкен жауапкершілікті арқалай ұшады. Ұшқыш болу үшін шынымен аспанды жақсы көру керек. Шынымен қиын жұмысқа дайын болу керек. Шынымен сондай тәртіпті болғанға дайын болу керек. Ол оңай емес, ол ойын емес, ол адамның өмірі. Ұшу кезінде сағат белдеулерінің айырмашылығы, әуе қабаттарының өзгеруіне қарай қысымның күшеюі, кислород тапшылығы, мұның бәрі күнделікті бастан өтетін жағдай. Сондықтан ең бірінші кезекте мықты денсаулық пен асқан сабырлық, ойдың тазалығы мен сананың сергектігі қажет. Бұдан өзге білім мен біліктілікке қойылатын арнайы талаптар тағы бар. Бұл 100-дің, тіпті 1000-ның бірі ғана төзе алатын мамандық. Ал Тоты бала күннен ұшқыш болуды армандады. Олай болса, оның сынаққа сынып кетуі мүмкін емес еді. Асқақ арман мен өзіне қойған талап үздіксіз ізденіс оны сол арманға алып шықты. Ұшқыш болам, летчик болам дегенде бәрі күлетін. Содан мұғалім айтатын: Амирова, серьезно тебя спрашивают, уже 10 класс заканчиваешь, что за шутки деп. Бәрдері ойлайтын, не ойлаған ой бар деп. Содан кейін начала уже говорить: да, ладно, хорошо, я там пойду в такой-то институт, өтірік айта салам. Содан кейін жарайды деп қойды. Тотының әкесі партия комитетінің хатшысы болатын. Ауыл арасын былай қойғанда, алыстан ат арылтып келетіндер де аз емес. Сондай қонақтың бірі Кеңес одағының батыры Константин Кокинакидің ұшқыштардың ерлігі туралы майын тамызып айтатын әңгімелері. Сол кездегі кішкентай ғана зерек қыздың санасына жатталып, болашақ ұшқыштың тағдырын сол кезде-ақ айқындап қойса керек. Өзімді ойлаймын, кейде өмірде ештеңке
бекер болмайтын шығар деп. Сол істер енді бір жүректерінің бір кішкентай бір сәулесін жіберіп кеткен шығар маған. Кеңес үкіметі тұсында қыздарды ұшуға оқытпайтын. Тоты мұны білетін. Бірақ ұшқыштарға жақын жүрсем деген оймен Ригадағы азаматтық авиация инженері Истина оқуға түседі. Оны ұшқыш болуға жетелеген бұйымдар бүгінде ең қымбат ескерткіштер. Олардың әрқайсысы Тотының ұшқыш боп қалыптасуына өзіндік септігін тигізген. Мына менің погоным 17 жастағы. Соны мен сақтап қойғам. Соны міне алып шықтым сіздерге көрсету үшін. Өзімен сондай ыстық. Мына резиновые погоны ол кезде. Қазіргі командирді погондарымыз басқа, жалтыраған, үлкен. А мынау енді лычкалары да жоқ, ештеңкелері де жоқ. Это бір птичкасы бар міне. Ол әуегантық. Көкте құстай самғау үшін бәріне де әзірет. Тіпті ұшақтың маңында жүргеніне тәубе ететін. Тота Әмірова өзінің ұшқыш болуын өміріндегі ең үлкен сәттілік деп есептейді. Егер еліміз тәуелсіздігін жариялап, гендерлік саясат жүзеге аспағанда, Тотының арманы тек сағым болып қалушы еді. Көлік министерствосынан рұқсат сұрап көріп едім. В качестве эксперимента деп рұқсат берді. Содан бірақ та айтты, Тоты қолыңнан келмесе, қалған қыздарды да біз алмаймыз деді. Сені қолыңнан келетін болса, дұрыс ұшқыш болып шықсаң, қалған қыздарды да біз алатын боламыз деді. Сөйтіп Тотыға тұңғыш рет ұшақтың штурвалы ғана емес, көкке ұшсам деген бүкіл арулардың тағдыры да жүктеледі. Бірақ Тоты тосылып қалған жоқ. Бұрымын шарт түйіп, белім бекен буып, аспан әлеміне самғап кетті. Ең алғаш көкке көтерілген кезде қандай әсер алдыңыз? Штурвалды ең бірінші Андывада ұшып шыққан кезде жазды күні болған, ыстық күн, әлі есімде, терезе ашық болған. Сонда ұшқанда ішімнен бір сезім болды. Мен сол болған сияқты болды. Тоты бұрымдылардың арасында жолаушылар ұшағының штурвалына отырған, кейін экипаж командирі болған тұңғыш әйел. Осы саладағы алғашқы қарлығаш. Бүгінде Тоты өз ісінің нағыз шебері. Елдің құрметіне бөленген қанатты ханымды елбасы да ескеріп, құрмет орденімен марапаттады. Арп ішінде бір бидай дегендей, ерлер командасындағы жалғыз арудың жетістігін әріптестері де құрмет тұтады. Ұшқыштарға біздің айтам ғой, бәрі еркектер ғой, содан кейін саған орден берді ғой, егер біз қаншама жыл ұшып жүрміз, бізге бермейді ғой. Мен айттым, мен мына орденді бәрімізге бірге ортақ. Бәрдеріңе оны ше бір күннен тауып жүріңдер деп айтам. Бүгінде капитан Тоты әуе компаниясының келбеті ұжымның еркесі ғана емес. Осы саладағы кемшіліктерді жіліктеп көрсете білетін жанашыр маман. Сол кездегі әуе тасымалының басшысы шетелдік Ллойд Пакстан салған жерден отандық ұшқыштарға қысым жасайды. Ұжымда қалыптасқан келеңсіз жағдайға наразылық білдіріп, Тоты қарсы шығады. 2005 жылы Air Астана компаниясының басшылығымен сәл кикілжіңдер болды. Сол мәселе қалай шешілді? Сол кезде енді басшы басқа болды ғой Air Астананың. Ол кісі шетелдің ұшқыштарын көп әкелді, бірақ та біздің қазақтың ұшқыштарын үйреткісі келмеді. Мынандай шетелдің ұшақтарына көп жігіттер біздің шетелге кетті, жұмыс іздеп. Оларды жұмыстан айырылды көбі. Ол бізге ашық айтатын. Маған шетелдің азаматтары керек, сіздер маған керек емессіңдер деп. Сонда енді мен аяғы ауыр қыздарды жұмыстан шығарып жатқан кезде, қаншама жолдастарымды, инженердарды, ұшқыштарды жұмыстан шығарып жатқан кезде, қалай мен үндемей өзіме маған тимесе болды деп қалай отыра бересің? Бүгінде компанияның ісінің өрлеуіне сол кездегі жағдаяттар әсерін тигізді ме? Қазір енді біздің басқа басшы. Ол біздің қазір көңілімізге қарайды. 160 шақты біздің қазақтың жігіттерінде, міне бір қыздың да алды, міне қазақтың жұмысқа үйретті. Шетелде, шетелдің ұшақтарына компанияның политикасы өзгерді.
Тік мінезділігіңіз өрге жетеледі ма, жоқ кедергі келтірген тұстары болды ма? Өзім тез бір нәрсеге алып кетпеймін. Ойланам, жүрем, содан кейін енді бір шешімге келгеннен кейін одан қайтпауға тырысам. Енді бұл кісінің бойында жаңа көшбасшылық қасиеттері бар. Мен ойлаймын, соның арқасында бүгінгі таңда осындай бір жетістіктерге жетіп отыр. Адамның басын қоса біледі, өзімен ерте біледі, сондай қасиетке бейімделген. Саясатқа бару ойыңызда бар ма? Я болмаса билікке араласуға? Қазір билік ақша табудың бір түрі болып кетті. Сондықтан мен ондай адамдардың арадарында болғым келмейді. Өзім ойлаймын, халыққа жұмыс істеу үшін адам беріліп, барып жұмыс істеу керек. Ол бір мынандай айтады ғой, ол менің жолым болса, ол менікі болса, ол менен ешқайда кетпейді. Бір сөзбен айтқанда, барлығын жете қадағалап, бақылауға алатын жақсы жетекші болатын кісі. Тоты Әмірова өткенге құрметпен қарайды. Ол қазақтың тұңғыш ұшқыш әйелі деп алдымен Хиуаз Доспанованың есімін ауызға алады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде әуе шайқастарында теңдессіз ерлігімен көзге түскен қазақтың батыр қызы Хиуаздың есімін Атырау әуежайына беру туралы алғаш ұсыныс жасаған да Тоты. Оның бастамасымен бірнеше әуе кемесіне қазақ қыздарының есімі берілді. Бірінші ұшақтың аты Хиуаз Доспанова болды. Біздің қазақтың батыр қыздарының аттары Мәншік Маметова, Әлия Молдағұлованың аты, Роза Бағланованың жаңа ұшағын көрдіңіздер. Дина Нұрпейісованың ұшағын жаңа көрдіңіздер аэропортта тұрған. Соған біз өте ризамыз, мақтанамыз. Жан-жаққа ұшып барған кезде, мынау кімдер деп сұраған кезде, бізде міне сондай қазақтың керемет қыздары, әйелдері болғанына біз сондай мақтаныш етеміз. Қазақ қызының ұшақтың штурвалында отырғаны көпшілікке таңсық қызыға қарайды. Сымбатты сұлу капитан компанияның келбеті ұжымның ұйытқысы ғана емес, кәсіпорынның табысын еселетіп, жағымды имиджін қалыптастыруға септігін тигізеді. Әміроваға жоғары жалақы ұсынып қолқа салатын шетелдік компаниялар көп. Алайда Тоты ханым ақшаға құнығу өкінішке ұрындырады дейді. Әр рейсі қомақты қаржы келетін ұшқыш мамандығында шеберлікпен қатар қанағат та қажет. Зерттеулер көрсеткендей, апаттардың 90%-ы мамандардың кәсіби деңгейінің жетіспеуінен немесе салғырттығынан болады екен. Басшы басқармандарға айтамыз, біз осыншама сағаттан кейін ұшпаймыз. Командир аты бар оның. Ол жоқ деп айталу керек. Сің шаршадың ба? Бітті. Кетіп қал, үйіңе демал. Ұшақ командиріміз өз ісіне берік, батыл және өте қайратты кісі. Жұмыста өте талапшыл, жауапкершілігі мол, кейде өте қатал, өзі өте тік кісі. Ол өте жауапкершілігі мол, ұстамды. Алайда оның эмоциясы өзгелерден бөлек. Көздеген мақсатына жету және табиғатынан берілген еркіндік оны жетекшілік салаға, басшылық пен билікке әкелген. Во сколько у нас вылет? Еще 10 минут осталось, да? Ну, сейчас мы в темпе успеваем все. Соңғы кезде елімізде ұшақ апаттары жиілеп кетті. Осындай жағдайлардан кейін ұшаққа ұшуға қорқыныш сезімі пайда болған жоқ па сізде? Ол маңдайында неме жазылып тұр, ол солай болады. Ол бір құдайдың ажал болса, ол түкке қарамайды. Көк жүзінде самғаған ұшқыш болуды армандамайтындар сирек болар сірә. Бірақ әр нәрсенің қайнар бұлағы болатын секілді, бала күнгі қиялға қанат бітіргендер ғана мақсатқа жетсе керек. Сондықтан да ұшқыштар арасында кездейсоқ келгендер ұшыраспайды. Әлемде авиация романтиктер шоғырланған орта делінеді. Біздің ұшқыштардың көбі романтик болады. Өзімді бала кездегі армандаған жұмысым ғой. Сондықтан өзіме бәрі ұнайды. Осындай көк аспан да ұнайды. Осындай біздің кең байтақ жеріміздің үстінен де ұшып келе жатқанда
жан жаққа барғанда неше түрлі қалаларды көрген маған ұнайды. Хорошо, наши дела. Что-нибудь хочешь попить там? Давай. Такой же чай с лимоном, 1 сахар. Мне воду в бутылочку принесешь, да, и стаканчика, да? Retard. 5. Қазіргі кезде ұшқыштарға жас жағынан шектеу жоқ. 80-ге келсең де, сенен ешкім штурвалды тартып алмайды. Тек денсаулық жарыса болғаны. Өйткені ұшқыштар жетіспейді. Сол себепті де бір бағыттан ұшып кеп, демалмастан екіншісіне ұшып кетіп жатады. Тіпті мамандықтың зияндығына байланысты зейнеткерлікке ертерек шығу жағы да қарастырылмаған. Міне Ресейде 45 жаста шығады. 6000 сағат ұшса, олар пенсионер болады. Менде қазір 8000 сағат. Мен Ресейде ұшып жүрсем, мен пенсионер болар едім. Бірақ та енді білмеймін, ол жақсы ма, жаман ба, 63 жасқа шекім бізде ұшқыштар өмірде сүрмейді. Енді жұмысы ауыр ғой, күн демейді, түн демейді, стресс. Ол кішкене күнінде аспанға көп қарайтын. Шалқасынан жатып ап, баяу жылжып бара жатқан ақшаңқа бұлттарға көз тігіп, қиялға берілетін. Жанарын жұмса болды, көк құшқандай. Ақша бұлттарды атша мініп, алысқа самғағандай күй кешетін. Кейін осы бала арманның санадағы қиялдың шындыққа ұласқанына еш таңғалған жоқ. Өзіне осындай ләззатты сыйлаған өзге емес, өзінің ішкі қағидасы, өр мінезі мен талапшылдығы еді. Өзінің айтқанынан қайтқысы келмейді. Папасының еркесі болды. Ал енді папасын өзі қалай қолынан келгісі, не істеткісі келсе де бәрін істететін. Папасы бұның алдында бір сондай көмексіз кісі ұсақ болады. Әкесінің ғана емес, отбасының, қала берді ауыл аймақтың еркесі расында еркін жүрді. Ата-анасы алақанына салып аялады. Бірақ тоты бой жетіп, енді ғана оң солын тани бастаған 15 жасында. Асқар тауығылап, қамқоршысы әкеден айырылып қалды. Жас қызға бұл оңай соқпады. Алайда өмір өзен аға берді. Қазір бала күндегі әкесіне еркелеп айтқан әңгімелерін ерекше ықыласпен еске алады. Мен папама айтты, мен кішкентайым ғой, 4 жастамын ба, сондай. Папа, мен маманы қуып жіберейікші деп. Соны мамасы қалай боламыз деп. София Ротару мамам болсыншы деп. Содан кейін бізді қазір мама екеумізді қуып жібереді. Қайдағы София Ротару бізге деп. Содан кейін үндемесеңші деп. Мен София Ротару, ана жол. Содан кейін ұшып бара жатса, Астанадан Москваға София Ротару кірді, как раз мен командир болып ұшып бара жаттым. Содан ішімнен күлкім кеп тұрға. Айтсам сенбейді ғой деп ойлап тұрмын да. Тотының бойында өжеттік пен қайсарлықты қалыптастырған ауыл балаларының ойын еді. Ал қырғыз өз қатарының көбін біліммен қаратса, жөнге келмейтіндермен жұдырықтасып алуға да бар еді. Сол кезде біз шахмат ойнайтынбыз. Шахмат ойнаған кезде енді шахматтың арты төңіреске дейін барады. Оны жасыратын жоқ. Бірақ енді сондай кездерде мінез-құлқының қалыптасуына көп себепкер болады деп ойлаймын. Мен үлкен болдым, бірақ мен жылап қалатынмын. Ол жеңіп кететін. Ой, маған береді, ой, жаным, все, молодец, маған келемдер. Ой, ақыл көп, маған беретін болды ғой. Вот так, мен жақсы көреді. Вот, мен басыма тағады. Сүйші беретін, сүйші. Вот, молодец. Авиацияда командир болу үшін ұшқыштар арасында сауалнама жүргізіледі. Егер кімге отбасын сеніп тапсыра алатын болса, сол адам экипаж командирі болып тағайындалады. Көптің сеніміне ие тоты тек әуе кемесінің командирі ғана емес, өз жақындары арасында да сөз өтімді, бауырларына жанашыр. Бірінші кезекке ол адам арғашанды өзінің туыстарын қояды екен. Сосын барып өз жеке басын ойлайды екен. Сол үшін да оған ол қиындық тудырады. Бұл адам ішкі дүниесі
өте бір қалыпты, ойы ашық. Мен өзім ойымша, мұнда машина сияқты емес. Или жақсы, или жаман. Соның ішінде жақсы ұшырады. Соңғы кезде керемет жұмсақ отырғызады. Мен өзім бірнеше рет ұшқам, бірнеше рет бірге болғам. Жағдайым болса, тек қана тотымен ғана шығарам. Әрбір ұшу ол экстрим. Ұшқыш үшін де, жолаушы үшін де. Алғашында тотының таңдауын аса құптамаған ана, капитан бортқа жайғасқан сәтінен бастап, жаны бір кемедегілердің дін аман жетуіне тілекші. Ең қымбат нәрсе ол адамның өмірі. Ол алтын демес, ақша демес, байлық демес, барлық демес. Осы ұшып бара жатқан ұшақтағы летчиктер үйіне аман-есен қайтса екен деп сөйтіп ойлап отырамын. Тоты өз қабілетіне толық сенеді. Бойда күш қуат барда, ештеңеге алаңдамай, істеген ісінде бұлдамай, әрекет етуді әдетке айналдырған. Жердегі кейбір күрмеу қиын мәселелер көктен қарағанда болмашы күйбең сияқты көрінетінді сондықтан. Оны қиын сәттерде алға жетелейтін де сол ұшқышқа тән оптимистік көзқарас. Кейбір кезде енді ауа райы сондай дұрыс болмай қалады, техниканың сынғаны болады, ол техника ғой енді. Енді еш түрлі болып жатады ғой, сол кезде енді мына жердегі мынандай ұсақ түйек сондай күрделіге жатпайды да, содан кейін ойлайсың, мына Құдай осы ма деп. Айту аманбыз, айту түріміз ғой, айту келдік те, содан кейін ойлайсың, оның бәрі бір ойын сияқты болып қалатын. Сосын жаңа мына қолтаңбаны қарасақ, қолтаңбасы өте қысқа, иә? Бұл не айтады? Бұл адам өзін ұстап жүретін адам. Бұл адам ақшаны жақсы көреді, бірақ бұл адам көбінесе табысын қасындағы адамдарына береді екен. Солардың жағдайына, материалдық жағдайына қарай бұларды ойлап, солар ештеңеден құр қалмасыншы, осылай жақсы өмір сүрсінші деп ардайым солай ойлап жүреді екен. Тоты ханым кәсібім осы деп тек көкте қалықтап жүрмейді. Отбасында ошақ жақты, бесік тербетті. Жалғыз қызын оқыту үшін ешкімге алақан жаймады. Есігін қағып, табалдырық тоздырмады. Басындағы бары баспанасын сатып, қызының оқуына құйған сәтте, ол өзін өмірдегі ең бақытты ана сезінді. Өзімен бұл кісінің қызы бар. Қызын өзінен жоғары қояды. Бұл ханымның ойынша қызы үнемі жаңағы енді көңіл күйі жоқ, немесе тез ренжіп қалатын, сондай бір енді еркетай болуы мүмкін. Қойыңшы мама, жоқ деп айтып еркелігі бар. Бірақ қалайымша сол қызымның көңілін көтерсем екен деген бір ой туындап жүреді ғой деймін. Қызыңыз туралы әңгіме қозғасақ, мен білуімше әскери спорттық колледжді бітірген. Жалпы қызыңызға беретін өнегелігіңіз қандай? Бірез айтқан, мен күнде ұшып жүрім, уақытым жоқ. Кейбіреулер енді ойлайтын шығар, сен мамасы қайтып тәрбиелейді деп сөйтіп айтсам. Мама ең дұрыс тәрбие ол өзінің өмірі. Сол тәрбие деп. Сондықтан оны мен жалауым сияқты алып алдым да, енді қызыма босын бәр жерде айтамын, ең дұрыс тәрбие ол өзіңнің өмірің. Тоты өзі қалап қосылған жары Қайраттың етегін ұстаған сәтте бақытымен бірге көкке самғаймын деп ойлады. Бірақ талғамға талас бар ма? Бірі бақытын жерден, бірі көктен тапты. Аспанмен астасқан асқақ арманға Тоты штурвалды өзі ұстап, жалғыз самғап кете барды. Қазір олар бір-біріне тілекші, жанашыр ғана. Ол жақсы болды, өзінің бақытын тапты. Қазір міне қызы бар, мен де қызым барып тұратын. Сол кезде енді әйел адам сондай боламыз ғой. Қызымнан сұрадым ғой, папаңның әйелі қазір қандай деп. Хорошая женщина. Хорошая женщина. А говорю, там сестренка қалай деп, енді сіңлің десем. Хорошая девочка деді. Баланы алдау қиын. Өте қиын.
Сондықтан ол балаға ұнай ма, ұнамай ма? Ол соған өзім риза болып қалдым. Оның жаны таза, болмысы қарапайым, көңілі құласа ашық жарқын, барын жайып салады. Ол әсіресе сауатсыздықты, надандықты жек көреді. Ұшқыш әйел бақытты көзбен көріп, қолмен ұстап, дәмін татып немесе құлақпен естіп білетін нәрсе емес. Табаныңды тасқа тілдіріп, маңдайыңды күнге күйдіріп жететін танымда екенін жақсы біледі. Сондықтан өзін үнемі дамытып отыруды әдетке айналдырған. Алдымен Түркия, Ұлыбритания, Біріккен Араб Әмірліктерінде және Оксфордта білімін шыңдады. Австрия, Германияда тәжірибе жинақтады. Қазақтың қара көзі әр жолғы ізденістен жоғары баға қойылған, шетелге ұшуға рұқсаты бар лицензиямен оралады. Әлемдік деңгейдегі маман болу сізге не үшін қажетті болды? Енді ол білу үшін, ол мынандай өзіңді даму үшін, білу үшін, басқа шетелдің азаматтарымен, басқа ұшқыштарымен бірдей болу үшін, тең болу үшін, кем болмау үшін, олармен бір тілде сөйлеу үшін, енді өзіңді өзің көтергің келеді, тең болуың, артықта болуың керек. Әуе ханшайымы қатып қалған ұшақ компьютермен жұмыс істейтін темірдей тәртіптің ғана адамы емес. Оған да рухани азық керек. Оның жердегі ермегі кітап оқу. Олжас Сүлейменовтің кітаптарын оқимын. Өзі 15 жастан бірінші кітабын содан оқып бастаған. Әкешім үй алып келген Азия деген кітабын. Ол кезде енді оны оқуға болмады ғой. Сонда мен бірінші соны оқып, содан кейін глиняная книганы оқыған. 16 жасымда Олжас Сүлейменовтің сондай маған ұнаған. Ол кісінің енді кітабын әрде кейбір кезде енді былай өмір жайлы ойлаған кезде сол кісінің кітабын кейде оқып сондай сүйсінемін. Интеллектуалды қабілеті де жоғары. Бұл кісіге берілген мүмкіндіктердің барлығы ата тегінен берілген болар. Өйткені солардың тарапынан қолда көрініп тұр. Дүниелерге қызығып жүретін ондай емес бұл. Жай дүниеде не бар, соған қанағаттанып жүреді. Тоты ханым өнердің ішіндегі төресі саналатын театрды жоғары бағалайды. Шетелге сапарында ақсүйектер өзінің тегі мен бекзаттығын паш ететін патша сарайындай сән салтанаты келіскен сахна қойылымдарын тамашалағанды ұнатады. Тоты Әмірова бүгінде Airbus 320 әуе кемесінің капитаны. Бұл ұшақ әзірге әлемде бар ең соңғы үлгідегі әуе лайнері. ТМД бойынша жалғыз әйел экипаж командирі. Бұрымдыларға ұшақ тізгінін ұстауға жол ашқан алғашқы қарлығаш. Қазақтың қанатты аруын қалай мақтасаң да жарасатындай. Бүгінде бақыттысыз ба? Так қазір мен бақыттымын. Бізде қалай енді ұшқыштар аман есен тірі бәрін алып келсең, соның өзі ол үлкен бақыт. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан Тоты өзінің асқаралы арманына қол жеткізді. Жүйрікте де жүйрік бар. Ол өз қатарының арасынан озық шыққан. Осы жолда кездескен қиындықтарға мойымауының арқасында жеңісінің тәтті дәмін татқан қазақтың қара көз ұшқышы.